Күйеу мен әйел неге келіспей ұрыса береді, ажырасуды айтып соңында. Мынандай ғой, сіз біреу туралы сұрап жатсыз ба, әлде өзіңіз туралы сұрап жатсыз ба? Егер де өзіңіз туралы сұрайтын болсаңыз, ол кішкене қиындау болады түсіндіру. Біреу туралы сұрайтын болсаңыз, өзіңіз туралы сұрайтын болсаңыз, проблема жоқ, онда тағы бір-екі сұрақ қойып точно жауап беруге болады. Ал егер басқа біреу туралы болса, былай домалаққа айтып кетемін, примерно мындай нәрсе болады. Егер екеуі келіспей жатқан болса, ол триггер ғой негізінде, ойнап тұрған манағыдай. Өткен шақта бір-біріне деген бір реніш қалып қойған, бір сезім тұншық қалып қойған, айтылмай қалып қойған. Бірінші себебі мүмкін білмейміз ол жерде қалай болғанын. Шынайылықпен қосылды ма, мүмкін шынайылықпен қосылмады ма деген нәрселер бар. Ата-анасы қосып жіберді ма, мүмкін басқа жағдай болды ма білмеймін. Мүмкін бізде қазақта білесіз, атпашу деген нәрсе бар, сол еріктен тыс болып кетті ма, мүмкін басқа бір еріктен тыс нәрсе болып кетті ма, и сол подсознание тұрып қалады да, и бір сөздер, бір ситуациялар болған кезде, ана жақта болған ситуация, ана жақта болған сөздерге ұқсас сөздер болған кезде басқа формулировкада бола береді, басқа формула бола береді. Бірақ сол нәрсе триггер ойнайды. И сол кезде екеуі тас қырыла бастайды. Бұл бір себебі бар. Тағы да себептер көп негізі, әртүрлі. Мысалға, менде болған даже, осы эфирде болған, сөйтіп күйеуінің түйсігіне кіргізіп қараған кезде, алгоритмі, өз түйсігіне қараған кезде ештеңе таппадық, қараған кезде түйсігіп таппағанда негізі өз түйсігіне тұрған нәрсе ғой. Күйеуінің түйсігі оған айтып берді, что мен саған өкпелімін, не үшін деп сұраған кезде сен қарғайсың дейді. Мына айтқан сөз